Саламатсыздармы? Бұл менің C++ Builder ортасындағы 3-ші сабағым. Бүгін біз айнымалыларды қолдану арқасында қарапайым компьютер бағдарламасын жасаймыз. Builder'ге кірейік. Формамызды түрлендіреміз. Оның атын өзгертейік. Және пішіні мен түсін. Керекті компоненттерді қоямыз. Бүгін бізге edit, button және label компоненттері көмегін береді. Edit компонентінің текстін алып тастаймыз. Label'дың атын және buttonның атын есептеу деп қоямыз. Енді сіздер өздеріңіз қалағанша түрлі компьютерлер істесеңіз болады. Мысалы, сағатты минутқа ауыстыру немесе километрді метрге. Ал біз бүгін килограммды фунтқа ауыстырамыз. Ол үшін buttonның on click оқиғасына немесе екі чертіп код жазайық. Бүтін типті килограмм және фунт айнымалысын берейік. Және біз килограмм айнымалысына edit 1-дегі текстті меншіктейміз. Edit 1-дегі текст жолдық тип болғандықтан, оны біз сандық типқа ауыстырамыз. Сол үшін алдыңғы сабақтағыдай float to str функциясын қолданамыз. Және стандартты килограммды фунтқа ауыстыру үшін килограммды 0,04 virgülге көбейтуіміз тиіс. Енді жауапты лейблге шығарамыз, бірақ біз бүгін сәл қызығырақ қылып шығарайық. Ол үшін сандық типті айнымалына килограммды біз жолдық типқа ауыстыруымыз керек. Float to str float to str килограмм және осыған енді сөз қосып жіберейік. Ол сөзіміз килограмм болсын. Тең енді float to str фунт. Оған қосамыз фунт сөзін. Енді тексерейік бағдарламамызды. Бар емес. Float. Керекті мән берейік. Мысалы 24. Есептеу. 24 килограмм мынанша фунтқа тең болады. Немесе 100. 100 килограмм мынанша фунтқа тең болады. Ал енді мынанша үлкен сандар сізге керек болмаса, біз оны форматтап дөңгелектеп жіберуімізге болады. Ол үшін float to str типін жанына f форматын қосамыз және осы фунтты енді өзгертеміз. Ол үшін стандартты ff general форматы. Үтір және үтірден кейін неше сан керек, соны жазып қояйық. Және 2. Бұл 2 деген үтірдің алдында қаншасын болу керек деген сөз. Ал енді тексерейік. 100 килограмм. 100 килограмм өзінің көріп тұрғандай 45,3 фунтқа тең болады. Міне осымен бітті. Келесі кездескенше.